Баршаңызға сәлем, құрметлерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен сұлы үлпектерінен дайындалған печенье рецептімен бөлісемін. Рецепт өте қарапайым, көп уақыт қажет етпейді. Ол үшін келесі ингредиенттер қажет болады. Сұлы үлпектері, қант, сары май, жұмыртқа, қопсытқыш, тұз және ұн. Сұлы үлпектерін блендерде ұнтақтап аламын. Дайын ұнтақталған массаға қопсытқышты қосып араластырамын. Бөлек терең ыдысқа сұйық массаны дайындаймын. Жұмыртқа, қант, тұз және ертілген сары майды қосып, бәрін жақсылап араластырамын. Ингредиенттердің пропорцияларын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сұйық массамыз толықтай дайын болған кезде қою массаға қосып, бәрін жақсылап араластырамын. Масса аздап сұйық болғандықтан ұн қосамын. Печеньеге арналған қамыр дайын. Енді алақандарымды күнбағыс маймен майлап, қамырды домалатып, дөңгелек пішінде жасаймын. Ал пісіру науасына қойған кезде аздап қолмен басамын. Бұл видеода печенье үлкендеу пішінде жасадым, ал сіздер сәл кіші пішін жасасаңыздар болады. Пеште 220 градуста 30 минуттай дайындалады. Кіші пішінде жасап дайындасаңыздар 15 минутта піседі. Мінеки сұлы үлпектерінен дайындаған печенье дайын. Рецепт өте қарапайым және көп уақыт қажет етпейді. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.